Мен Тұрыш мектебіне 6-шы сыныпта келдім. Мұғалімдер, сыныптың оқушылары ерекше маған ұнады. 10 бітіргенше осы сыныппенен бірге оқып, аттестат алып шықтық. Сол оқушылардың бірі осы Айтқұл болатын. Біз осы Тұрыш мектебінің 3-ші түлектеріміз бітіруші. Біздің ерекшелігіміз оны біздің Жұлдызбай Есбосынова ағайымыз өзінің мектеп тарихы жөнінде естеліктерінде айтып та кеткен, көрсеткен. Республика бойынша оқушылардың жоғарғы оқу орнына түсу жөніндегі көрсеткішін, рекордын жаңартқан сынып деп. Сол оқушылардың бірі де осы Айтқұл еді. Жоғарғы оқу орнына түскен медициналық. Енді Айтқұлдың жалпы тарихы, болмысы жөнінде сұрақ түскеннен кейін мен ойланып қарадым. Бұл біздің бітіргенімізге 56 жыл өтіп кеткен екен. 56 жылдың ішінде сыныптастар туралы, оның ішінде жеке-жеке класстастар туралы толық ойланып, толғанып, сол кездегі бір қасиеттері, ерекшеліктері, мінез-құлқы жөнінде ойланып көрген жоқпыз ғой көбіміз. Сондықтан біраз ескіріп те кеткен. Ал Айтқұлдың менің есімде қалған ерекшелігі, ол өте бір тоға тұйық оқушы болды. Жасы жөнінде біздің ішіміздегі ең кішіміз болды. Бір қызығы, еш уақытта ол мен білем, мен дайынмын дегенді көрсететін, қол көтеру, ондай белсенділік біздің Айтқұлда жоқ еді. Ал бірақ кез келген пәннен, кез келген уақытта сұрап қалса, барлығына жауабы дайын тұратын. Қазір ойлап қарасам, бұл ешқандай бір мақтан құмарлық, кеудем соқты қасиеттері жоқ, бір қарапайымдылығының көрсеткіші деген ой түйіндеп отырмын. Мен оның ата-анасы, ағалары, апалары жөнінде де көп деректер білем. Жалпы бұл әулет көпке үлгі өнерпаз, Абыз Ақсақал атамыздан бастап біздің Жұлдызбай ағайымыздың өзінің ғылыми ізденістері жөнінде, оның ғылымға бейімділігі жөнінде, жан-жақтылығы жөнінде көптеген сағаттар айтуға болады. Зәуреш апай, Қамажай, бұл тұқымдағы көптеген адамдар бір ерекше мықтылықтарымен есте қалды. Бірақ оның барлығында да осы мақтаншақтық жоқ болады. Өте қарапайым, барын сол ішіне сақтап, ішінде ғана өзін-өзі жетілдіріп жүретін адамдар. Айтқұл көп пікір сайысқа да қатыспайтын, бірақ тыңдап, үн жоқ, тыңдап отырады да, бір мезгілде бір-екі пікір айтып қалса, ол қалғандарымызды ойландырарлықтай бір ой айта қоятын. Сонысымен ерекше болатын. Спортқа бейім болды. Біздің сыныптың барлық балалары мықты болды. Соның ішінде соларға ерекше үлес қосқан оқушылардың бірі осы Айтқұл. Осы жеңіл атлетиканың түрлері жөнінде біраз жетістіктері бар болды. Енді біз балалық шақтан саяхат деп біраз ойландым кеше осы сұрақ түскеннен кейін. Қазір ерекше бір мән беріп қарасам, Айтқұлдың сол тұйықтығы, қарапайымдылығының көрсеткішімен қатар, оның іштен өзін-өзі дамытып, іштен осындай зерделеп, барлық нәрселерге бір ой түйіндеп жүретін бір қасиеті ме екен деп те қалдым. Біз 10-шы сыныпта екеуміз бір партада отырдық. Менің көршім болды. Ол ерекше ойдың үстінде жүретін бола. Сол ойланып отырып, кейде тақтаға кім шығып баратыр, кімге не айтып жатыр дегенді көзінің қиығымен маған қарайды. Қазір кім шығып жатыр тақтаға, не айтты дегенді менен сұрайды. Ал сол уақыттарда ол күнделікке, кітапқа қарап отырады, ал бірақ ойы бірдемелерді кезіп жүреді екен деп мен қазір түйіндеп отырмын. Кейін әбден есейіп, ержетіп, отбасын құрып, жоғарғы оқу орнын, мен КЗУ-ды бітірдім, ол мединститутты бітірді. Соларды бітіргеннен кейін Бейнеуде біз тағы өзіміз семьялы көрші болдық. Көрші тұрған 15-ші, 16-ші үйлерде екеуміз көрші болдық. Оның да кішкентай балалары
өмірге келді, менің кішкентайларым болды. Сол кезде де баяғы сол тұйық бір қалыпты мінезінен ол айнымаған екен. Бірақ оның өз саласындағы ерекше маман, білгір маман есебінде естіп жүрдім. Сол кезде бір адамдардың кейбір пікірлеріне қарағанда ол қазіргі дәстүрлі медицина жөнінде де біраз ой түйіндері бар, сол арқылы адамдарға көмектесті деген пікірлерді де естідім. Соның бәрін бірін сабақтастыра қарасам, Айтқұл демек сол жаңағыдай үндемей жүргеннің кезінде, немесе жаңағы ешкімге ішіндегі нәрселерді ақтармай жүргеннің нәтижесінде біз көп аша алмай қалған сияқтымыз. Бірақ оның ішінде қайнап жатқан көп деген бір ізденіс жұмыстары болған сияқты. Себебі мен кейде соны ойлайтынмын, үндемей отырып, бір көзін сонша бір ой тұңғиығына батып отыратын, ол өзі ішіміздегі ең кішіміз. Соған қарамастан бар жоғы 16-17 жастамыз ғой, 15-16 жастамыз. Сол кездің өзінде бір онда ойлы көзқарас болады еді кейде. Мен осы Айтқұл өлең шығармаймын екен деп те кейде ойланып қалатынмын, өзім әдебиетке жақын болғасын. Енді қазір түйіндеп қарасам, 56 жылдан кейін ойланып қарасам, сол кезде оның ішінде көп деген белгілі бір аша алмай кеткен сырлар, ашылмай қалған бір зерделеу түйіндері, ашылмай қалған өмір жайындағы, немесе жаңа медицина жайындағы біраз ізденістер өзімен бірге кетіп қалған жоқ екен деп те ойлаймын. Бұл тақырыпты мына атаны зерттеу дегенге Аидаға мен көп рахмет айтамын. Бұл ұрпақ сабақтастығы және олардың бойында ашылмай қалған көп қырлары, болмысының негіздері жөніндегі алғашқы жұмысы деп есептеймін. Болашақта осыны тереңдете беретін болса, әлде де өз әулетіндегі көптеген адамдардың кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге болатындай тамаша қырлары мен сырларын ашып, жазып, осы ұрпақтың қадесіне жарайтындай бір еңбек өмірге келетініне сенемін. Қорыта айтқанда Айтқұл қазіргідей күнгі бүгіндегі заманның көп адамда жоқ, елпілдеп, желпілдеп, кез келген нәрсенің барлығына мақтанып жүретін ерсі қылықтары жоқ, бір тоға қарапайым, бірақ бос кеуде емес, көп ізденген жұмыстарға ішкі сырлары мол, ұрпақтарына толық үлгі болатындай азамат болып қалыптасқанына сенем. Солай қалыптасты, солай өмірден ертерек кетті. Ашылмай қалған қырлары мен сырларын осындай кейінгі ұрпақтар ашып, өздерінің де, біздің де мақтан ететіндей еңбектерінің өмірге келетініне сенемін. Қысқасы біздің Айтқұл осындай үлгі болатындай ата.